Негізі ғылымда 206-208 сүйектен тұрамыз біз. Біздің анатомиямыз, адамның ше. Алды, мынау арты. Келесіне кете берейік. Балалар дүниеге келеді ғой. Бала дүниеге келген кезде балаларда 270-280 сүйекке дейін болады. Бала дүниеге келген кезде. Бірақ өсе келе, ана сүйектер, әсіресе бас сүйектері балдардікі бөлек-бөлек болады. Бірігіп кетеді да. Азаяды бара-бара. 206-ға сүйекке дейін азайып кетеді. Кәдімгідей. Мынау бұлшық ет қой, жаңа айттық. Адамда аурулар көбінесе бір травма алудан болады. Жаңа айтып жатырмыз ғой. Құлайды адам ше. Аяғын қайырып алады, тізесін соғып алады. Жаңа мына жерде бір бауырымыз басын соғып алды ана. Мына жерден бұғып өтіңіздер. Ол да травма да, бас соғып аласың кәдімгі. Механический травма ғой кәдімгі ше. Удар тию. Содан адамның мына ағзаларының, денелерінің жұмысы бұзылады травманың кесірінен. Екінші адамның бұзылуының біреуісі инфекциядан. Түсінесіздер, инфекция, вирустың кіруі да түрлі. Содан адамның ағзасының жұмысы бұзылады. Одан кейін эмоцияның өзі адамға бауырлар әсер етеді. Біздер жаңа мазақ қылып кейде істейміз ғой, бірдеңесе деп. Адамның эмоциясы бар емес пе? Сезімдері қазақша. Сол біздің денемізде әсер етеді. Мысалы бар ғой, кейбір адамдар біледі, ашуланған кезде кейбір адамдар сөйлей алмай тілі байланып қалатын адамдар бар. Кәдімгідей, бұлшық еттердің бәрі жиырылып ше. Мына жерінде бірдеңе тұрған сияқты дейді мысалы да. Иә, ол эмоция ғой, сол қалып қойған. Ана эмоциямен адам берілген кезде қан тамырлары ше, қан қатты келеді, адреналин бөлінеді ше, кәдімгідей түрлі жағдай болады. Қорыққанда басқаша бізде реакция жүреді денемізде. Сол реакция жүрген кезде адамның ағзасы соған байланысты өзгеріске түседі. Ысиды, мұздайды, қан айналымы күшейеді, азаяды. Енді жаңа травмада неше түрлі нәрседен мысалы ана ағза өзгереді ғой, өзгергеннен кейін қалпына қайтпай қалады да. Ол эмоциональный травма болып қалып қояды адам денесінде. Мысалы остеопаттар сондаймен де жұмыс жасайды. Эмоциональный травма қалып қояды, сонымен жұмыс жасау керек болады да. Я босату арқылы да, қалыпқа келтіру арқылы. Одан кейін резонансный дейді, повреждение. Түрлі толқындар, түрлі жаңағыдай мозгтың құлауы, жаңағыдай вибрация сияқты, содан да адамның денесіне зақымдар келеді да. Қысқаша осындай нәрселермен адамның денесі жарақаттанады. Мынау енді адамның барлығымыз білетін, барлығымызда проблема болатын омыртқамыз. Ал бас. Омыртқа үшке бөлінеді. Шейні дейді, мойын омыртқасы, жетеу. Анаған дейін. Мына жерлеріңіз ұстасаңыздар томпақ бар. Томпақ. Мына бір томпақ. Жетіншісі. Бүкіл адамда көрініп тұрады, ориентир ғой сол. Бүйтіп ұстасаңыз мына жерде көрініп тұрады. Иә, бұл мойын омыртқаның ең соңғысы, шошайып шығып тұрады. Анатомиясында бүкіл адамның осындай болып тұрады. Одан кейін кеуде омыртқасы 12. Мана ағамызда осы жерінде проблема болды. Ұстаған кезде ауырады. Үш омыртқа бөлініп тұрады, үш түрге. Иә. Үш түрге бөлінеді ғой мен. Одан кейін бел омыртқасы міне, бесеу. Грыжа особенно осы жерде болады адамдарда. Протрузия, грыжа мына жермен келеді. Сосын мына жерде L5 деген бар мына. Сол жерде проблема болады. МРТ-ға түскен кезде көбінесе. Мына жерде 8 көзбен жалғанады. 8 көз ғой. Крестец дейді орысша. Сосын копчик, құйымшақ қой ана адам. Ары қарай. Міне мына омыртқамыз. Омыртқаның қанаттары бар, малдың сүйегі мүжген сияқты ғой. Екі қанаты бар. Осистый дейді, поперечный дейді. Біздің үстімізде көрініп тұратын мынау міне. Ұстаған кезде көрініп тұратын мынау омыртқалар. Мынау жанынан қараған кезде. Мынаның арасында міне дискілер бар. Мына грыжа деген нәрсе негізін нагрузкіден түрлі жаңа айтады ғой. Вирусный аурудан да болуы мүмкін. Мына дискі байырағанда ортасында пульпозное ядро деген зат бар, сол шыртылып кетеді да сыртқа қарай шығып кетеді ғой, нервке тиеді ғой сол. Ал дискі. Бұның да бөлінеді ол грыжалар негізі. Енді ол біздің неміз жалпы тек айтып жатқанымыз да. Түрлері болады да, миллиметрмен бөлінеді. Кеткі ары қарай жүре береміз. Мынау бар ғой, өте маңызды нәрсе, бауырлар. Бізде осы проблемамен көп адамдармен біз жұмыс жасаймыз.
адамның ең бірінші мынау бастың астында, міне бас тұр ғой, бастың астында бірінші позвонок болады, C1 деген, атлант деп айтады. Мынау. Одан кейін екінші C2 деген болады, аксис деп айтылады. Осы екеуі міне көріп тұрсыз ба, мынаның басында тісі бар. Мынада тісі жоқ, мынау киіліп тұрады ғой, міне киілгендегісі. Басты бұраған кезде мына C2 деген нәрсе, C2 деген омыртқа, екінші омыртқа орында тұру керек. Бас бүйтіп бұрылған кезде. Мынау осында ойнайды ғой бүйтіп. Мынаған киіліп ше. Көп адамдарда проблема болған кезде, мынау басты қозғаған кезде, мына екінші омыртқа қоса айналып кетеді басты бұрған кезде. Ана ұстап тұрасында, басты бүйтіп бұрып қараған кезде, ана орында қозғалмай тұру керек та. Анау бірге айналады. Мынау екеуі бір-біріне блокировка болып қалған да көбінесе. Бастың ауруы, мыналардың іштерімен еще веналар, басқа кетеді, тамырлар, адамның басы ауруы, білмеймін, өзім басым ауырады, обезболивающий шешем, бірдеңе қыламын деп жүреді адамдар. Мынаумен жұмыс жасау керек болады. Атлант орында жоқ. Мына жерде блокировка болып қалады да, бір-бірімен. Жаңа айттық қой, әрбір сустав подшипниктің не сияқты ғой, бүйтіп айналып тұру керек қой өзін-өзі. Ана бірге айналып тұрады да. Соның салдары бұның өте көп. Біз мысалы осымен де жұмыс жасаймыз. Мына тісінде мынау ойнап тұрады. Мынада тіс жоқ. Бас қозғалған кезде мынау қозғалмау керек қой. Біріншісімен бүйтіп қозғалып тұру керек, подшипник сияқты. Кеттік ары қарай.